Кофе сонымен қатар гепатопротектор болып табылады. Кофенің құрамындағы фитонутриенттер бауырды зиянды әсерлерден қорғай алады. Кофе май қышқылының тотығуын арттыруы мүмкін. Бұл кофенің бауырдағы майды ыдыратуға көмектесетінін білдіреді, әсіресе майлы бауыр үшін. Ол мұны микробиома, яғни пайдалы бактериялар арқылы жасайды. Кофе сонымен қатар өт қабының жиырылуына көмектесетін гормонды ынталандырады. Сіз тамақ жегенде өт жиырылып, өзінен өт сөлін бөледі. Өт сөлі тамақпен араласып, олардың қорытылуына көмектеседі. Егер өтіңіз дұрыс жұмыс жасамаса, егер өт қою болса, кофе оның дұрыс бөлінуіне көмектеседі. Өтіңіз сіздің сұйық болу керек. Егер қоюланып тұрып қалатын болса, холестерин жиналады, ол ары бауырға өтеді. Соның әсерінен сізде ауырсыну сезінесіз. Оң жақ жауырын тұста ол ауырсыну нервтер арқылы мойынға, омыртқаға